Сәлеметсіздер ме? Сіздермен аяулым. Бүгінгі видеомызда мен сіздерге осындай сыпыраны тігуді үйрететін боламын. Сыпыраның не екенін барлығыңыз білетін боларсыздар. Бұл қамырға арналған осындай құрал. Менде осындай екі сыпыра шықты, яғни 1 метр дак алған болатымын, содан осындай екі сыпыра шықты. Ал ортасындағы материал менде Ранфорс 100% мақта, одан өзі ені 240 болды, ал ұзындығын мен 2,70 қып алдым. Сонда менде 90-дан бөлгенде тура шығатындай етіп. Менде осындай екі сыпыра шықты. Біреуін анашыма беретін боламын, а біреуін өзім қолданамын. Егер сіздер осындай сыпыра тігіп үйренгілеріңіз келсе, онда ары қарай менімен бірге болыңыздар. Біз оны тігу жолын мен сіздерге көрсететін боламын. Ең алдымен каналға тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ең бірінші қажетті материалдарға тоқталып өтсем, менде осындай дак материалы. Бұнда менде 1 метр, мен 1 метр алдым, бірақ бұның ені 180. Яғни дәл ортасынан бөлемін, сонда менде екі сыпыраға жететін болады. Одан кейін ішіне менде осындай түркиялық Ранфорс материалы. Бұл 100% мақта, осындай өте әдемі түсте. Мен бұдан 2 метр 70 сантиметр алдым. 2,70 алдым. Бұның ені 240. Осыдан мен 6 4 қиып алатын боламын. Яғни 90-да 90-нан 6 қиып аламын. Ал мынаны дакты 2-ге бөлетін боламын. Онда қазір соны жазып мен 90-да 90-нан 6 бөлікке және мынаны 2 бөлікке бөліп, содан кейін сіздермен қайта жолығатын боламын. Міне мен жаңа айтқандай қажетті өлшемдерге барлығын қиып алдым. Менде Ранфорс 90-да 90 өлшеммен шықты, яғни барлық жағы 90 сантиметрден. Ал дакты менде осыған дейін айттым, 1 метрде 180 болды, 2-ге бөлдім, шетіндегі кромкаларын барлығын алып тастадым 2 матадан да. Сонда менде дак 90-да 1 метр өлшемде шықты. Енді бізге қазір осы матаның шеттерін тігу қажет болады. Біз мына дак материалын шетін осылай бір қайырып, одан кейін тағы бір қайырып, осылай тігіс жүргізетін боламыз. Міне. Осылай өздеріңізге қаншалықты керек, сондай өлшемде бүктеп, осылай шетінен тігіс жүргіземіз. Осылай. Дак материалын 4 жағында осылай қайырып, ішіне тігіп тастаймыз. Ал мына Ранфорсты біз бұлай жасаймыз. Бұнда біз 4 жағын емес, 3 жағын тігетін боламыз. 1 жағын тікпей қалдырамыз. Бұны да дәл айтқандай жаңағыдей осылай бір қайырып, одан кейін тағы бір қайырып тігеміз. Осылай машинкада тігетін боламыз. Сонда бізде мына шеті бұлай сетінеп, қайта-қайта сөгілмейтін болады. Себебі білесіздер, бұл қайта-қайта жуылатын материал болады, бұйым болады, сондықтан шеті сетінеп сөгіліп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай қайырып біз 3 жағын тігеміз, 1 жағын тікпей қалдыратын боламыз. Онда қазір машинкаға барып, осы нәрселерді жасап алайық. Матаны қарап аламыз. Мына менде теріс жағы өз көрініп тұр. Мына менде оң жағы. Осы теріс жағына қарай қайырамыз. Екінші рет қайырамыз. Осылай қайырып, енді тігісті
жүргізетін боламыз. Осылай айналдыра үш жағын тігіп шығамыз. Міне, мен үш жағын осылай тігіп алдым. Бір жағы менде тігілмей осылай қалды. Енді дәл осылай барлық осындай ранфорс материалдың барлығын тігіп аламыз. Енді одан кейін дакты тігуге кірісеміз. Енді дак материалын аламыз, оны да осылай қайырып, жаңа мақта матаны тіккен сияқты ранфорст, дәл солай бұны да тігетін боламыз. Осылай онда айналдырып, төрт жағын бірдей тігіп шығайық. Сосын сіздермен қайта жолығатын боламыз. Міне, мен дакты да тігіп алдым, осылай шетін. Бұнда төрт жағын да бірдей осылай тіктім. Міне, мен барлығын ішінде және сыртында барлығын тігіп алдым, шеттерін осылай қайырып. Мұнда да. Енді біз осы тігіп алған бар бұйымдарымызды жатқызып, тігісін жатқызып, үтіктеп аламыз. Одан кейін жинайтын боламыз. Міне, дакты да мен жатқызып, тігістерін үтіктеп алдым. Жақсы әдемі болып қалды. Енді қазір астарында солай жасаймын. Міне, біздің ішкі матамыз да дайын, үтіктеліп, қараңыздар қандай түп-түзу әп-әдемі болып шықты. Енді осы маталарды бір жағын былай теңестіреміз барлығын. Бір-біріне теңестіріп аламыз. Әрбір бұрыштары міне үшеуінде осылай бір-біріне сәйкес келу керек. Төбе жағы да барлығы сәйкес келу керек. Одан кейін ол жағы сәйкес келгеннен кейін енді мына жағын осылай бір-біріне қосып, мына жерден былай тігіс жүргіземіз. Бір тігіс жүргізіп аламыз ең алдымен, одан кейін егерде оверлок болса, оверлокпен жүргізіп шығамыз. Болмаса, онда зигзагпен жүргізіп шықсаңыздар да болады. Міне, мен тігіс жүргізіп алдым. Мына жерден көрініп тұрса, бір тігіс және оверлокпен жүргізіп алдым. Енді біз осыны дактың ішіне салатын боламыз. Міне, мына материалымыз былайынан бізде 1 метр, былайынан 90 сантиметр. Енді жаңағы тігіп дайындап алған материалымызды осылай салуымыз керек. Барлық жақтарын теңестіріп салып аламыз. Сонда мына жағына міне былай орын қалып тұр, және мына жағынан да осындай кішкене орын қалып тұр. Ол бізге ештеңе етпейді. Міне осылай орналастырып алдым. Мына жағынан менде сантиметрмен арасы 2,5 сантиметр. Мына жағы сонда 6 сантиметр болып тұр. Енді мен мына жағын осылай қайырып, шетін осы жерден бір тігіс жүргізіп аламын. Яғни мына
бекітіп аламыз осылай. Міне мына жерін қараңыздар. Мына жерін осылай қайырып біз енді тігетін боламыз. Осылай қайырып, оның астындағы мына тігісімізді жабатындай етіп қайырып, осын бір тігіс жүргізіп шығамыз үстінен. Осылай үстінен бір тігіс жүргізіп аламыз. Немесе мына тігістің үстінен жүргізсек те болады. Олай болса, машинкаға барып, осы жерден бір тігісті жүргізіп алайық. Міне мен шетін тігіп алдым. Енді бізде міне сыпырамыз дайын. Егер де сіздерде мына дактан артық қалған болса, онда осы сыпыраны салатын сөмке тігіп алсаңыздар да болады. Міне бізде дайын. Міне біздің сыпырамыз дайын болды, әп-әдемі болып шықты. Мен оны ары қарай осылай ортасынан бүктеп сақтайтын боламын. Бұл сыпыра алда келе жатқан 8 наурыз мейрамдарына аналарыңызға, жеңгелеріңізге, әпкелеріңізге беруге таптырмас сыйлық деп ойлаймын. Егер де сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай сыпыраны тігіп үйреніңіздер. Сіздермен болған аяулым. Келесі видеоларда жүздескенше.